Сәлем достар! Алматының жанында Талғар қаласының тау баурайында орналасқан Саф-Ресорт шипажайына демалуға келдік. 5 күндік демалыс жай ғана демалыс емес, шипалы, тыныш, пайдалы демалыс. Видеоны соңына дейін көріңіз, шынайы әсермен бөлісемін. Кеттік, бірге тамашалайық. Бірінші қабатта кіргеннен-ақ тыныш атмосфера мен жайлылық сезіледі. Мұнда демалуға арналған жұмсақ дивандар мен креслолар бар. Қарсы алатын ресепшн, оң жақ пен сол жақта орналасқан 2 лифт, бәрі ретімен орналасқан. Және теннис үстелі, мына жерде попугай. Одан бөлек бұл шипажайда бізде қонақтарға арналған, мына жерде спа зонасы бар, мына жерде столовый, бірақ біз келген кезде бұл жер ремонтқа тұрды, ал бірақ сол столовойдың жанында бізде демалушыларға арналған түрлі кітаптар, домбыра, баян, тіпті лото ойынына дейін бар. Бос уақытыңызды мәнді өткізуге арналған. Біздің ненің таңдағаным балкон, мынау қараңдаршы қандай кең терраса бар мына жерде. Үлкен терраса ғой мына жерде. Әдемі айнала деген керемет болып тұр тура. Асхана жөндеуде болғандықтан біз барлық тамақты 2-ші қабаттағы үлкен террасада іштік. Таңертең, түсте, кешке 3 мезгіл берілетін тамақтың барлығын осындай әдемі көріністе отырып ішетін боласыз. Тамақтары жақсы, дәмді және тойымды. Шипажайдың басты артықшылығы емдік қызметтер. Мұнда арнайы медблок бар. Келген күні дәрігер қабылдауында болып, денсаулығыңыздың жағдайына қарай жеке ем-дом тағайындалады. Ем шаралар ішіне қолмен және аппаратпен массаж, физиотерапия, тұзды шахта, фитобочка, сауна буага және ЛФК емдік және дене жаттығулары бар. Бәрі де мамандардың бақылауымен өтеді. Жай демалыс емес, денсаулықты жақсартуға арналған кешенді ем. Ал мына тұзды шахтасы демікпе, яғни астма, аллергия, тұмау, жөтелге бейім адамдарға өте пайдалы. Прессотерапия аппараты денедегі ісікті басып, артық сұйықтарды шығарады және варикоздың алдын алады. Шипажайға келген соң дәрігер қабылдап, арнайы емдеу жоспарын құрады. Сосын сізге осындай жеке парақ беріледі. Онда қандай процедураға, қандай кабинетке, қай уақытта бару керек нақты жазылып тұрады. ЛФК, физиотерапия кабинеттеріне кіру живой очередь болса, басқа кабинеттердің барлығына өз уақытымен кіретін боласыздар, яғни запись арқылы. Бірінші күні шипажай маңын аралап, табиғатқа бірден ғашық болдық. Жасыл шөп, таза ауа, тыныштық, алыстан асқар таулар көрініп тұр. Сурет емес, таза шынайы картина. Кешкісін әдемі закатты бақыладық. Күннің батуы дәл осындай жерде ерекше әсер береді. Сурет емес, шынайы сұлулық. Мына жердегі алтыбақан, киіз үйлер бәрі атмосфера прям тамаша. Бірінші күнімізді Алматының визиткасына айналған Көктөбеге келдік. Жоғарыдан көрінген түнгі шамдар, тыныштық, биіктік, бәрі жанға демалыс сыйлады. Біз дәл осы жерден бастау алдық. Ал екінші күні Іле Алатау саябағында орналасқан Аюлы сарқырамасына қарай жол тарттық. Іле Алатау саябағына қарай баратын жол тегіс, шамамен шипажайдан 1 сағаттық жол. Жол бойында ашылатын мына бір көріністер көз тоярлық. Іле Алатау ұлттық табиғи саябағы Қазақстандағы ең көркем және экологиялық маңызды қорғалатын аймақтардың бірі. Бұл саябақ 1996 жылы құрылған, аумағы 200 мың гектардан астам. Ауа райы таза серуендеуге өте қолайлы. Мұнда әр қадам сайын тыныс алатын кеңістік, биік таулар мен мөлдір бұлақтар кездеседі. Аюлы сарқырамасы осы саябақтың көз тартар көрнекті нүктелерінің бірі. Ал сол сарқырамаға көтерілетін жол шамамен бір көтерілгенге бізде 30 минут, ал түскенге 30 минут уақытымызды алды. Аюлы сарқырамасы теңіз деңгейімен 1520 метр биіктікте орналасқан. Алматы ауданынан 80 километр шамасында. Алғаш бастап аюлы деп аталу себебі бұл маңда бұрын қоңыр аюлар мекен еткен. Тау ішіндегі соқпақпен жүріп отырып, ақыры 30 метрлік аюлы сарқырамасына жеттік.
жоғарыдан қарағанда табиғаттың нағыз кереметтілігі сол бойы көтерілген басты. Осы саябақта Аюлы сарқырамасынан басқа Есік көлі, көкжайлау флотасы, асу үстірті деген сияқты көптеген көркем жерлер бар. У судан нағыз демалатын жер осы Іле Алатау саябағы. Үшінші күні талғар маңындағы карел шаруашылығына барып балық аулап, сол жерде жақсы демалып қайттық. Ал карел шаруашылығынан шығып, осындай атпен серуендеуге болатын жерге бардық. Бұл жерде атпен серуендеу бір сағаты 3000 теңге, ал егер сіз шауып серуендейтін болсаңыз, яғни атпен шабуды қосып алатын болсаңыз, 5000 теңге. Одан кейін төртінші күні бізде осындай құлпынай теруге болатын, біздің ауыл деп аталатын ауыл шаруашылығына бардық. Жерге келдік. Клубниканы бір шелек қып теріп аласыз да, сол жерде жеп қайтасыз. Осындай үстелдері бәрі кіреді сол сумаға. Міне. Берік бұл клубника теріп жүр ана жақта. Ана жақта. Біздің ауыл деген. Ана жерде садақ ату бар, атпен серуендеу бар. Ана жерде тапчандар бар. Ар жағы әдемі тау басында қара бар. Мына жақ кең жазық дала. Мінекей. Бұл нағыз табиғат аясындағы ерекше тәжірибе болды. Жасыл жайқалған алқап, таза ауа және ең бастысы өз қолымен терген жаңа піскен хош иісті құлпынай. Қызметкерлер өте сыпайы әрі көмектесуге дайын. Әр отбасыға арналған тынығатын көлеңкелі орындар, самаурын шай, үй тағамдар бәрі ойластырылған. Ал 5-ші күні біз Есік көліне қарай жол тарттық. Жолда осындай тынығатын, яғни пикниктер дейтін жерлерге қарай тоқтадық. Есік көлі де Іле Алатау етегінде орналасқан. Теңіз деңгейінен шамамен 1756 метр биіктікте орналасқан. Бұл жерде ешқандай сет ұстамайды. Іле Алатау саябағында Аюлы сарқырамасына бардық, ол жерде де бізде сет ұстаған жоқ. Мына жақта да бізде сет ұстаған жоқ. Сондықтан міндетті түрде өздеріңізбен бірге наличка ақша ұстап жүріңіздер. Есік көліне алғашқы көріністер көріне бастады. Бұл жерге келген кезде бәрін ұмытып, табиғаттың сұлулығын ғана тамашалап кетесің. Вид деген енді өте тамаша. Бұл жердегі таулар біз үшін, біз Қарағанды қаласынан келгендіктен бізде көбінде жазық дала, ал мынандай тау бізде өте сирек кездеседі. Жалпы Есік көліне қарай апаратын жол өте жеңіл, және одан бөлек сіздерде андай бір тук-тук сияқты сондай бір машинкалар жүреді, солармен түссеңіздер болады. Адам басы 500 теңгеден. Ал Аюлы сарқырамасына бізде жаяу түсіп көтеру 1 сағат уақытымызды алған болса, Есік көліне біз сол тук-тукпен небәрі бір 5 минутта жеттік, ал төмен қарай түскен кезде небәрі бір 20 минутта болдық. Біз таңертең ерте уақытта барғандықтан, біз барған кезде көп адам болған жоқ. Біз уже қайтып бара жатқан кезде уже адамдар жинала бастады. Біз не жерде мінекей Есік көліне қарай төмен қарай түсіп келеміз. Мынандай көріністі алғаш көрген кезде тіпті тіл байланды. Бұл сұлулық сөзбен жеткізілмейді. Табиғаттың сұлулығына қарап қана тұрып қалдық. Түбі терең, суы мұздай, әрі көгілдір, көзің жауын алады. Бұл жерге жеткенде бір сәтте бәрін ұмытып, табиғатпен үндесіп кеттік. Алматыға саяхаттауды жоспарлап жүрген жандарға бір ғана кеңесім, міндетті түрде Есік көліне барып көріңіздер. Және таңертең ертерек келсеңіздер, адам аз болады. Сіздерге бағана айтқан тук-туктар осындай, яғни осымен түсіп көтерілсеңіз болады. Біз түскенде жаңағындай мен түстік, ал көтерілген кезде жаяу қайттық. Осындай парковкалары бар маңында, тынығуға, шабыт алуға, ойыңды тазартуға таптырмас мекен. Мынау бізде Саф Resort типажайының терезесінен ашылатын тамаша бір көрініс.
Шипажайдың ауласында осындай балаларға арналған ойын алаңы бар. Ата-аналары ем-дом қабылдап жатқан кезде балаларыңыз қауіпсіз ортада осылай ойнап жүретін болады. Балаға күн түспеу үшін шатырға дейін ойластырылған. Шипажайда әр сәрсенбі күні Медеу мен Шымбұлаққа экскурсиялар бар. Самолет дәл осылай тура төбемен одан кейін Инстаграмға арналған осындай әдемі видеолар, фотолар, неше түрлі мынандай фантазиямен фото, видео жасайтын жерге келдік. Өте тамаша бұл жер. Кіру бағасы 5000 теңге. Өзіңіз қалаған жерге фотоға, видеоға түсіп, бір естелік жинап аласыз. Осылардың барлығының локациясын описанияға жазып қоямын. Сол жерден алсаңыздар болады. Осылайша 5 күніміз табиғаттың сұлулығына шомылып, денімізге саулық сыйлап қайттық. Сізге де дәл осындай демалыс тілеймін. Бұл көрініс ешқандай фильтрсіз табиғаттың өз бояуы. Бұндай көріністерді ешқандай камера көзбен көргендей жеткізбейді. Мынандай виттер, мынандай шарқырама. Мүмкіндігінше көзіңізбен көріп, осы сәтті сезінуге кеңес беремін. Видео ұнаса лайк басып, пікір қалдыра кетіңіз. Соңына дейін көргеніңізге рахмет. Келесі влогта кездескенше.